Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен мен Айдана. Бүгін бізде жаңа видео менің жеке күнделігім деп аталады. Мен бұндай видеоларды өте қатты жақсы көремін. Және де бүгін сіздерге мен өзімнің жеке күнделігімді көрсеткім келді, потому что барлық нәрсе, менің ойымша осы ютубта түсіруім, барлық нәрсе именно осы жеке күнделіктерден, дневниктерден басталды, потому что мен бұндай заттарды өте қатты жақсы көремін. Күн шығып кетті, көзім ауырып кетті просто. Ал олай болса мен сіздерге көрсетейін. Менің күнделігім мінекей осылай көрсетейін. Бұл менің 2018 жылғы күнделігім. Оған уже 2 жылдай болып қалды. 2 жылдан асып кетті. Сонда мен сіздерге көрсетейін деп шештім, потому что мен бұл күнделікті өте қатты жақсы көремін. Менің ең сүйікті күнделіктерімнің бірі деп атасақ та болады. Ал егер тағы да осындай күнделіктер туралы видео қаласаңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде түсіремін, потому что менің жеке күнделіктерім көп, және де мен сізге олардың барлығын көрсеткім келеді. Ал олай болса бастайық. Мінекей, бұл күнделікке уже 2 жыл болғандықтан кір болып кетті, потому что обложка жоқ. Және бұл обычный мінекей қанша пара, 36 беттік парақ еді. Мінекей осында футбол туралы, мен оны обычный өзім салған суретпен клейтеді, осылай жабыстырып қойғанмын. Негізі өте жақсы жағдайда еді, бірақ та уже ұзақ уақыт өткеннен кейін құртылып кетті кішкене. Ал олай болсын. Бастайық. Бірінші страницасында ештеңе жоқ. Менің көп дневниктерімнің бірінші страницасы бос, неге екені. Потому что мен үнемі соңында жазамын деп, соңында әдемі қылып істеймін де қалдырып кете беремін. Және мына шетте осындай бумажкалар тұр. Мына шетте вы во школу во сколько пришли? Біз мектептегі перепискамыз, по-моему. Келесі бетте обычный жазбалар. Мына шетте менің плейлистім. Күнделік. Менің настроением қандай болғанын, жаман күндер күні менде осындай болғанмын. Ал қалған күндерде өте жақсы екен көрініпті. Мына шетте тоже жаман күн. Мына шетте тоже. Вот. Ал ең күшті күндерде осындай смайлик болған. Және де ең күшті жазбалар не болғаны мына шетте жазылып тұр. Бұл шетте обычный жазбалар, мінекей. Мына шетте тоже жазбалар. Және де осындай лучшие из лучших, они мои подруги. Менің подругаларым туралы. Жазба обычный. И осы шетті ашқан кезде менің достарым туралы жазған, олар қандай екенін, потому что сол үшін де мен бұл жерде ашпаймын. Бұл шетте Барселонаның матчтары, олар қашан емес, қанша кіммен ойнаған, және де счет қанша болғаны, составына, осыны да атағанына. И мына шетте Барселона, бұл шетте неше бар ма екен? Интересно, ішінде ештеңе жоқ. Келесі бізде осындай тоже наклейка, 9 февраля жазылып тұр міне. Осындай наклейка бар. Қарасаңыздар, өте әдемі. Менің подругаларымның есімдері, сурет, және де обычный жазба. 14 февраля тоже обычная жазба. На шетте мінекей наклейка, скотч, наклейка. Шетінде мінекей осындай скотч мороженый. На шетте кармашек. Бұл шетте менде валентинкалар. Вот. Келесі бізде обычный жазба, осындай сурет. Менің туған күнімнің, менің подругамның туған күні жазылған жазба. Маған керек заттар. Қараңыздар. Мен сол кезде iPhone алғым келгенменде қазір бар, принтер алғым келгенменде қазір бар, обычный телефон и ноутбук тоже бар. Вот. Менде ол кезде жоқ еді заттар. Қазір бар. Және де бұл шетте менің достарымның есімдері, және де мен мынаны ашып көргім келеді.
Так. Осындай наклейка. Никого не любить деп жазылып тұр. Ой. Боже мой. Что? Ужас. Лучше это... Бұл шетте менің достарым, және оларды қанша пайызға жақсы көретінім жазылып тұр. Күшті. Осындай скотч и наклейка. Бұл шетте мен уже ағылшынша бастағанмын. Мінекей ағылшынша жазылып тұр, ағылшынша цитаты және де оның мінекей переводы. Если ты пытаешься врать, глядя мне в глаза, не облажайся, я уже тебя обманываю, делая вид, что верю в тебя. Что цитата? Және осындай сурет кішкене. Тоже ағылшынша, осындай фанки тауының қағазы, алдараспан қағазы, және де бұл шетте менің бір адаммен перепискам. Полностью мен перепискамды жазып шыққанмын. Неге екенін білмеймін, бірақ та тұра берсін. Осындай сурет, скотч, жазба. Дорама, которую мен көрген. Календарь на 18 год. Қандай ай екені жазылмапты. Және де наклейкалар мұны тұр. 1 марта. Тоже жазба обычная. Мехта скотч тұр. Март. Мен бұл шетте тоже ағылшын жазғам. Значит, по-моему, корейский, не знаю. Значит, тоже сурет осындай. Обычная страница. Шетте достарының аты, наклейкалар. Жазба. Осындай сурет. Бұл мен жақсы көрген туралы факттар болған. Ну, типа, уже ол адам жақсы көрген. Обычный шоколадный қағазы, бірақ та ішінде не бар? Қағаз бар, мінекей. Ал ол қағазы секрет жазылып тұр, мен оны лучше ашпаймын. Конверт. Конверттің ішінде бізде обычный сурет и тоже жазба. Не буду открывать. Март, наклейка, жазба обычная тоже. Результаты Барселона матч. У нее 1 март, тоже жазба обычно на английском. Бұл менің подругамнан берген открытка мінекей. И осындай. На шетелде әртүрлі нәрселер жазылып тұр. Жоқ, бірақ қағаз бар екен. Бұл шетте лучше ашпай-ақ қояйық. Тоже біліп тұрмын не екен. Бұл кезде біз подругамыз жолысып қалғанбыз, мен осындай сурет салғанмын. Бірақ қазір біз жақсы доспыз. Бұл әшейін типичная ссора между подругами была. Последняя страница, и все. Начало жазылып тұр. Конец жоқ. И осындай парақтар просто. Мінекей, аңызлар салайын кітапқа. Мінекей, осымен бітті. Мен сізге көрсеттім, сіздерге ұнайтынын үміттеймін. Және де тағы да бір видео осындай түсіргенімді қаласаңыздар, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де каналыма тіркелуді, себебі бұндай видеолар және де басқа тағы видеолар өте көп каналымда және де шығатын болады. Барлықтарыңызға сау, келесі кездескенше.